сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсі, апай. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Олай болса, балалар, көтеріңкі көңіл күймен бір-бірімізге жылулық лебіздерімізді арнап, шаттық шеңберін құрып алайық. Қанекей, орнымыздан тұрамыз. Күннің көзі ашылды, көкке шуақ шашылды, қонақ келіпті, түрімізге еніпті. Ал қағеки балалар, амандасып алайық. Жарайсыңдар, балалар, орындарына жайғаса қойыңдар. Балалар, біз бірінші өткен іс-әрекетімізді қайталап алайық, иә? Иә. Бір жылда неше мезгіл бар? Атайықшыдан? Жарайсыңдар. Бір жылда неше ай бар екен? 12. Атайық. Наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, бүгінгі оқу іс-әрекетіміз 4 мезгілдің ішіндегі көктем туралы болмақ. Бүгін біз сендермен көктем мезгілі туралы сөйлесетін боламыз. Балалар, көктем мезгілі қандай мезгіл? Алижан, тұра ғой. Көктем қандай мезгіл екен, Алижан? Күн жылылап, Тағда табиғат оянады, иә? оянады. Жарайсың, Алижан, отыра ғой. Дұрыс, балалар. Көктем мезгілі, балалар, тіршіліктің бастауы болып есептеледі екен. Көктем мезгілінде қар еріп, мұз еріп, жасыл желекке айналады екен. Балалар, қараңдаршы мінекей суретте ағаштардың күршік атқан жері көрініп тұр, иә? Бәйшешек гүлдеп, қызғалдақтар шығып, иә? Иә. Енді, балалар, көктем мезгілі туралы толықтай түсіну үшін сендерге видеоролик көруді ұсынамын. Бұл мезгілдің 3 айы бар. Наурыз, сәуір, мамыр. Көктем мезгілінде барлық табиғат оянады. Күн ұзарып, түн қысқарады. Күн сәулесі жерге мол түседі. Сондықтан ауа райы жылынып, қар ери бастайды. Жылғалардан су ағады. Шатырларда сүңгілер пайда болады. Өзен көлдердегі мұз сынып, ери бастайды. Көктемде жаңбыр жауады. Сәуір айының соңында найзағай ойнай бастайды. Ағаштар бүршік атып, жапырақтар жаяды. Көктем мезгілінде ең алғаш қардың астынан бәйшешек гүлдеп шығады. Одан кейін қызғалдақ, бақ-бақ және басқа да гүлдер гүлдейді. Айналада шөп өседі. Көктемде жыл құстары өлкемізге ұшып келеді. Ұялар салып, жұмыртқа басады. Жұмыртқалардан балапандар шығады. Қысқы ұйқыда жатқан аңдар оянады. Аю, кірпі, борсық. Аңдардың қыста киген қалың жүндері түсіп, орнына жұқа жүндері өседі.
Мінекей қараңдаршы. Көркемнің салған көбелегі ұшайын деп тұр, иә? Мінекей түрлі түсті көбелек қанатын қағып тұр екен. Қараңдар балалар.